Сәлемдесу балалар. Өзге кездесіз, кіші кездесіз, бар адамға құрметпен бас иеміздір. Саламатсыздар балалар. Отырыңыздар. Рахмет. Biz aldığımız sabahlarda Nurdavlet Akış'ın Nağız Әже қайда шығармасын оқыған болатынбыз. Үйде әже туралы эссе жазып келу керек болған. Кім оқиды? Жақсы. Нұрай оқиды. Менің анам дейсің. Оқиды. Даусын шығарып. Әр адамның анасы болады және әрбірінің де әртүрлі. Мысалы, бір отбасыны алсақ, қызы анасы, әжесі. Бұлай, ол бұлай. Қызы анасының анасы әже. Әженің анасын үлкен әже деп атайды. Осылай әрі қарай кете береді. Ана деген сөзді 21-ші ғасырмен айтылса, мама дейді. Ал қазақ елі бұрынғы ғасырларда апа деп атаған. Ана деген сөзді бұлай түсіндірейік. Ана дегеніміз кім деп ойлайсыздар? Ол адам өзінің баласының жылап отырғанын көріп, жанынан жай өтіп кетпейді. Бұл жан түнде ұйқысын бөліп, ақ сүтін беріп, өз баласын қарайтын адам. Қатал аналар да болады. Ондай адамдар ішімдік ішеді, баласын ұрады. Оларға көңіл бөлмейтін аналарды атайды. Бұндай кісілерді тіпті ана деген атқа лайық емес. Жақсы, енді ана туралы өз ойыңды айтып кеттің. Өте жақсы. Енді тағы да кім оқиды? Ал Мирас оқи ғой. Әр адамның әжелері бар. Менің әжем Менің әжелерім жақсы адам болған. Біреуінің аты Нағима, екіншісі Зейнеп. Менің әжелерім әдемі, сауатты, мен ол кісілерді жақсы көремін. Ол кісілер өте жақсы, маған жұмыстарды ертегі айтады. Жақсы. Отыра ғой. Тағы да кім айтады? Ал отыр ғой, Зияна. Жылдам. Ана. Менің анам. Әр балада өзінің анасы болады. Ана деген бізді 9 ай көтеріп, қаншама жыл өсіріп келді. Мен де өскенде анамды қарап, ешкімге тиісуге білмеймін. Анамен әже бірдей дегенде болады. Біздің әжеміз анамыз ұтуда, анамыз бізді өмірге алып келді. Осылайша әр бала өзінің анасына қарап жүру керек. Өйткені егер анамыз бір нәрсені сұрауға көмектессе, біз оған жынданып қарамауымыз керек. Өйткені біздің анамыз бітті кезімізде бізді жүруді үйретті. Және тағы да басқа заттарды. Мен анамды қатты жақсы көремін. Жақсы, рахмет. Тағы да кім оқиды? Тақтаға назар аударсақ, жақсы, ал Хадиша оқи ғой. Жылдам да табар. Камераға қарап тұра ғой. Кішкене бұрын, оқи ғой. Ана өте мейірімді және де жақсы сана адам. Әр адамның анасы әртүрлі болады. Бірақ көбінесе аналар өте мейірімді және де жақсы адамдар. Сен анана өз парызды ешқашан өте алмайсың. Ол сені ең жақсы досың болып саналу керек. Жақсы, отыра ғой. Мынау енді балалар, өте жақсы. Анаңды мекеге 4 рет арқалап барсаңда, ақышты мақтай алмайсың деген сөз бар, иә? Сондықтан үйдегі аналарымызды біз әрқашан құрметтеп, олардың айтқандарын екі етпей, үнемі жақсы оқушы болуға тырысуымыз керек. Енді тақтаға назар аударыңыздар. Тақтада қандай сурет көріп тұрсыздар? Әже. Жақсы, бірінші суретте не көріп тұрсыздар? Әже Айта ғой, аялы орнынан тұрып айта ғой. Әже бірізгі шұбат әкелгені. Жақсы, қолына тостаған ұстап тұрған әжені. Екінші суретте не көріп тұрмыз? Ол біздің анамыздың үйі. Жақсы, анасы мен қызы әңгімелесіп отыр. Үшінші суретте немересі әжесіне еркелеп жатыр, иә? Келесі суретте айта ғой. Әжесі өзінің немересіне қалай тоқыма жасауды керек екенін үйретіп жатыр. Жақсы, отыра ғой. Енді біз әже дегенді жалпы қарапайым түсінік бар, иә? Біздің шығарманың басты кейіпкерлері кімдер еді? Қол көтеріп айтамыз. Айта ғой. Райхан мен Ая. Өте жақсы. Райхан мен Ая. Тағы да
ақ-сауық деп балдайсыз. Өте жақсы. Бұлар қайда барады балалар? Айта ғой. Қонаққа барады, жақсы. Қонақта кімді көреді? Айта ғой. Әжесін. Кімнің әжесін көреді? Өзінің баласының әжесі. Жақсы. Қаладан келген әжені көрмек үшін. Қаладан келген әжені көреді. Қаладан келген әжені сипаттайықшы. Ол не істеді? Айта ғой. Ол ертегі айтпайды. Өзіне тырнағын бояп Әдемше киінген дұрыс айтасың, иә? Вилканы қалай ұстайды? Тағы не қосасың? Ол әжелер телефонда отырады. Телефонда отырады. Жақсы. Ондай жер бар ма бізде? Телефон ұстап отқан әже бар ма? Жоқ қой. Жақсы. Енді ол қазіргі заман уақытта айтып жатқан шығар. Жақсы. Қазір мен сіздерге балалар үш қатарға таратамын. Нағыз әже қандай болу керек екенін сіздер тез-тез жазып шығыңыздар. Жақсы ма? Мінекейіңіздер. Әже деген қандай болу керек? Нағыз әже. Өз ойларыңызды жазыңыздар. Нағыз әже деп жазасыздар. Тақтаға. Қазір берем. Сіздерге көпірек мастерлер қойып қойдыңыз, біреу беріңізші. Көмектесіңдер. Нағыз әже қандай болу керек? Қандай? Тез. Қатесіз әжеммен жатыр. Жалпы әжелеріміз ертегі айтады, өзінің қалтасына құрт салып алады. Осындай бір жақсы қасиеттер. Ешқашан әже деген ешқашан ұрыспайды осындай. Al. Дайын топтар болса, қол шапалақтаймыз. Жақсы ма? Сосын бір-бірден шығасыздар тақтаға. Ана сұртетін білесіз баба? Ана сұртетін білесіз? Мәнді? Қолында шыққанды. Өте жақсы. Жақсы. Ал енді қай топтайын? Нағыз әже қайда? Жақсы, келіңіздер бірінші қатар. Жылдам. Нағыз әже қандай болу керек? Біз мысалы әжелер тоқуды үйретеді және тағы да басқа заттарды немересіне көмектеседі. Мысалы сабақтарда, мысалы келік кездерде орамал тағады. Әрбір әже орамал тағып жүреді. Тәтті тағамдар пісіреді. Біздің әжеміз мысалы әртүрлі құрттарды, шұбаттарды дәмді қылып пісіреді. Жақсы. Ертегі айтады. Мысалы біз ұйықтай алмай жатсақ, онда бізге әжеміз көмектесіп ертегі айтып береді.
Немересін жақсы көреді. Жақсы. Осы кезде менде сұрақ болып тұрды. Қандай ертегілерді айтады? Мысалы, маған өзімнің әжем бұрында телевизорда алдап өтетін әртүрлі хикаялық ертегілерін айтып берді. Жақсы. Батырлар туралы, ерлік істері, жақсылық пен жамандық, адамгершілік мәселелер туралы ертегілер. Және әрбір әже мейірімді, қамқорлы және бала секілді болады. Өте жақсы. Рахмет. Енді жалпылама бағыттарына сұрақ отыра қоймасақ, бала сияқты болады деп. Үлкен кісілер сондай ғой, тез ренжіп қалады. Ол кісілерді алдай салсаңыздар, жарайды әже десеңіздер, сол кісілер мәз болады. Ал енді келесі қай қатар? Ал келе қойыңдар, Ернұр. Дауыстарыңыз шығарып айтыңдар. Нағыз әже саған бәрін аялап береді. Және де сен сабаққа кетіп бара жатқанда сабақта жақсы күтіп алады. Саған әртүрлі жақсы тағамдар береді. Жақсы. Ескереді. Тағамдар. Мейірімді. Оқып жүріңіз. Сұрайды. Ертегі айтады. Ақыл айтады. Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Ал енді үшінші қатардан кім келеді? Келіңіздер. Сайын, сосын келе қоямыздар. Ал жақсы, тыңдайық. Нағыз әже қандай екен? Дауыстарын шығарыңдар. Нағыз әже кім? Нағыз әже өз немересін еркелетеді, ақыл айтады, аялайды, көмек етеді, немересін жақсы көреді, Алтын қазына. Өте жақсы. Біздің екінші анамыз ұқыспайды, үй жинайды, екінші атасы оғамау шағады, ақыл айтады, және бата береді. Бата береді. Жақсы, өте жақсы. Отыра қойыңыздар. Рахмет. Расында да қарт бар үйдің қазынасы бар дейсіз ғой, яғни қазыналарымыз аман болсын. Рахмет Сайын. Енді тақтаға қараңыздар. Иә жоқ әдісі бойынша төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтар көріне ме? Мен сіздерге дауыстап оқып беремін. Қол көтереміз, шуылдамаймыз. Иә жоқ деп қана жауап береміз. Сонымен тақтаға назар аударайық. Бірінші сұрақ. Әкесі ертөстік ертегісін айтып береді ме? Ал Сайын. Иә деді. Жақсы. Есіңе сақтап ал. Келесі сұрақ. Тәрбиеші бақшада құйыршық ертегісін айта ма? Айта ғой? Жоқ дейді. Тәрбиеші қызыл телпек ертегісін айта ма? Айтыша? Жақсы. Райхан аядан үлкен ба? Айта ғой? Жоқ дейді. Райхан аядан 2 жас кіші ме? Иә дейді. Олар жолдасының үйіне қонаққа барған жоқ. Барды. Иә деп айтамыз, иә? Ажар ескі тұтысқа түсті ме? Жақсы. Әже ертегі айтты ма? Қонақтағы әже ертегі айтты ма? Ертегі иә дейсіңдер. Ая қонақтан көңілсіз келе жатты ма? Иә дейді. Жоқ дейді. Иә дейді. Жоқ деген кім? Өтір айтты. Ал ойынды айта ғой. Неге жоқ? Айта ғой. Неге жоқ? Мынандай сұрақ болды. Ая қонақтан көңілсіз келе жатты ма? Иә. Олай болған рас. Өйткені бұлар троллейбустан түскен кезде ол әкесіне түсіндіре алмады нағыз әженің қандай екенін. Олар нағыз әжені көрді ме? Иә ма жоқ па? Жоқ дейді. Енді әрқайсыңыз иә жоқ деп жауап бердіңіздер.
Енді осы сұрақтардың жауабын тақтаға назар аударып қараңыздар. Әкесі ертесі ертегісін айтып берді ма? Иә. Тәрбиеші бақшада құлшақ ертегісін айтты ма? Жоқ, тез отырса айттыңыздар. Тәрбиеші қызыл телпек ертегісін айтты ма? Иә, айтқан екен. Шығарманың бас жағын оқу керек. Райхан Аядан үлкен ба? Жоқ. Райхан Аядан 2 жас кіші ме? Иә. Олар жолдасып үйіне қонаққа барған? Жоқ. Ажан енсе тұтқа түсті ме? Әже ертек айтты ма? Жоқ. Аяқ қонақтан көңілсіз келе жатты ма? Олар нағыз әжені көрген жоқ па? Жоқ. Жақсы балалар, өте рахмет сабаққа қатысқандарыңызға.